Барлығыңызға сәлем, бұл ғажап әлем арнасы. Жер планетамызда күлу, қуану, сонымен қатар жылау сияқты эмоциялар тек адамдарда ғана емес, сонымен қатар жануарларда да кездеседі. Осындай эмоцияларды байқау үшін зерттеушілердің аңдарға және жануарларға жасалған тәжірибесін көреміз. Сонымен біз бастадық. Ғалымдардың айтуы бойынша қарғалар жер планетамыздағы ең ақылды тіршілік иелерінің бірі. Өз туыстары не жақындары дүниеден өткен кезде бұл қарғалардың топтасып қайғыратыны тәжірибе жүзінде байқалған. Қарғаларға 2018 жылы Америка құрама штаттарының ғалымдары ерекше бір зерттеулер жүргізіп көрді. Профессор Кевин Сквирт өз зерттеуін бастамас бұрын қарғаларға арнайы бір жерге келіп тағам беріп жүрді. Күнде таңертең келіп, қолындағы дәндерін қарғаларға шашып кететін. Сосын арада біраз күн өткен соң тәжірибеші қорқынышты маска киіп, қолына өлген қарғаның қуыршағын өзімен бірге ала келді. Ол қуыршақты жерге қоя бергені сол еді. Ағаш басында тұрған 2-3 қарға қатты дауыс шығарып айғайлай бастады. Сол кезде ағаш басында қарғалар саны көбейе түсті. Олар топтасып бірге қатты дауыстар шығара бастады. Зерттеулердің нәтижесі бойынша қарғалар өлген бауырларына жиналып қатты қайғырады екен. Гульман маймылдардың осы түрі Үндістанда өте көп кездеседі. Ғалымдар маймылдардың бұл түріне де өз зерттеулерін жасап көрген болатын. Топтасып отырған маймылдардың ортасына өздерінде камера орнатылған кішкентай маймылды отырғызды. Сосын ағаш үстінде отырған ана маймыл оны өз қолына аламын деген кезде байқаусызда құлатып алады. Сол кезде ол маймыл ағаштан секіріп түсіп, баланы өлтіріп алдым деп ойлайды. Және ол робот маймылды жерге қойып, артынан қайғыра бастайды. Бір қарағанда маймыл өз қателігін түсініп жатқандай. Біраз уақыт өткен соң, робот маймылдың қасына бірнеше маймылдар жиналып, олар да қайғыра бастайды. Олар өз қайғыларын бір-бірін құшақтаумен білдіріп жатыр. Кішкентай маймыл бұл өмірге қайта келмеске кеткендей. Бұл зерттеулерді жүргізіп жатқан ғалымдар маймылдардың бұндай қылықтарын көрген кезде көз жастарына ерік берді. Пілдер жер планетамыздағы ірі жануарлардың бірі болып есептеледі. Сонымен қатар пілдер өте ақылды болып келеді. Пілдер де басқа тіршілік иелері сияқты өз туыстарының өліміне қайғырады екен. Егер пілдің тобында бір піл өлетін болса, қалғандары оны қоршап, ұзын мұрындарын үстіне тигізіп, тыныштықпен өз қайғыларын білдіреді екен. Бұл видеода ешқандай зерттеу жұмыстары жасалмаған. Жай ғана Үндістанның бір зоопаркінде болған оқиға. Зоопаркте бір піл өліп қалады. Ал қалғандары оның қасында бірнеше сағатқа дейін болып қайғырады. Ал олардың туыстары болған бұл піл бұл өмірден мәңгілікке аттанды. Пингвиндер жақсы жүз алатын, бірақ ұша алмайтын теңіз құстары болып табылады. Олар әлемнің ең суық жерлерінде өмір сүреді. Өте қатты суық болған кезде пингвиндер топтасып жылынады. Олар айнала тұрып, дөңгелек тәріздес пішін құрады. Ол пішіннің ортасында кішкентай пингвиндер мен әлсіз пингвиндерді қойып жылытуға тырысады. Мына кішкентай пингвин анасын жоғалтып алып, адасып кетеді. Қатты суыққа шыдамай, біраз уақыт өткен соң өліп қалады. Ал анасы болса, оның жанына келіп қатты қайғыра бастайды. Басын иіп, мұңды жүзімен баласының қасында біраз уақытқа дейін болады. Сәлден соң анасы өліп қалған баласын құшағына алып жылытпақшы болады. Оның қасына әкесі де келеді, бірақ тым кешеді. Біздің арнаға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше.